Саламатсыздар ма? Бүгін Оразбек Сәрсенбаевтың таңдалмалы кітабының екінші бөлімін оқимыз. Науқан басталғанда өзіміз секілді кер жалқауларда қуып әкетеді. Біраздан бері мен қызыл қарманнан құтыла алмай жүрмін. Бірыңғай жұмыста езе беруді жаным сүймейтін. Қырман басында 5-6 көңілсіз күн өткен соң, бастықтарға енді мені шөпке жіберіңдер деп жалынып едім, босатпады. Қисық әбді секілдер бұл сөзімді естігенде қыдындап, әкесіне ұқсаған тұрлаусыз бетшағар, шөпке барғанда ондырамын деймісің, 5-6 күн өткесін одан да безіп шыға келерсің, деп жер жіберіме жеткен. Сонымен ауыл мен қырман арасында осылай сылпылдап жүрген жайым бар. Менен басқасы қосқа түнейді. Мен жата алмаймын. Қыбырлаған бүргеден қорқамын. Ауыл ғашық емес. Өз үйін өлең төсегінде аунап жатқанға не жетсін тәңір. Жалғасы кейін болады.